Ер азаматтарға өте пайдалы жемқорлық факторы. 98% киіктің популяциясы бұл Қазақстанда мекен етеді. Сәйкесінше браконьерлік фактілер тоқтамайды. Кеше ғана Батыс Қазақстан облысында, мынау Жезқазғанда да киіктің мүйізімен ұстап жатыр. Осыған қатты біз назар аударуымыз керек. Әрине, бізде Қазақстанда мынау жабайы жануарлардың біріншіден ең көп популяциясы осы киік аңы. 2019 жылы санақ бойынша киіктердің саны 334 мың басты құрайды. Жыл сайын көптеген браконьерлік фактілер тіркеледі. Киіктің мүйізіне деген сұраныс. Бұл біріншіден мынау шығыс медицинасында мынандай маркетингтік қойылған аңыз бар, яғни киіктің мүйізі бұл медицинада қолданады, одан жасалатын дәрі-дәрмек ер азаматтарға өте пайдалы деген, бірақ та нақты бұның дәлелденген ғылыми сұранысы жоқ. Бірақ та соған қарамастан киіктің мүйізі бүгінгі күні Қытайда өте жоғарғы сұранысқа ие. Осының салдарынан да біздің елімізде бүгінгі күні браконьерлік фактілер тоқтамай тұр. Оған әрине не себеп деп те сұрақ болатын болса, біріншіден сұраныстың болуында, екіншіден бүгінгі күні шынымен бұл киіктің мүйізі салдарынан бізде еліміздегі үлкен фактор бар, бұл жемқорлық факторы. Бүгінгі күні бұл мәселе шешілмей келе жатыр. Киік мүйізі қалай шығады? Яғни елде жиналғаннан кейін әрине ол шекара асып шығады. Ол кейден қызметі бар, шекарадан кетеді, түрлі жаңағы жол трассалар арқылы, әуе транспорты арқылы кетеді. Бұның барлық қарап отырсақ, еліміздегі бүгінгі күні контрабандалық сатылымның жабайы жануар дериваттарымен әлі де болса құқық қорғау органдары тарапынан жоғары деңгейде жұмыстың атқарылмауын көрсетеді. Егер де шынымен де осы жұмыстар нәтижелі болатын болса, бұның алдын алып ұсталған азаматтарды, олардың жинайтын көздері бар ұйымдасқан топтарды анықтап шешуге болар еді. Әрине, бір нәрсені түсіну керек, браконьерлік тек қана Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем браконьерлікпен күреседі. Мысалға, мынау Қытай еліне тек киіктің мүйізінен бөлек, пілдің мүйіздері, мүйіз тұмсық дейді, носорог дейді, соның мүйіздері өте үлкен көлемде кетіп жатады. Аюлардың табандары көп көлемде кетіп жатады. Бұл бүгінгі күні әлемдегі өте үлкен проблемалардың бірі болып отыр. Бізде әрине бүкіл әлем бойынша киіктің 5 популяциясы бар. Бір популяциясы Ресей Федерациясында, бір популяциясы Моңғолияда. Олардағы киіктердің саны 4-5 мың ғана басты құрайды. Ал Қазақстандағы бүкіл әлемдегі 98% киіктің популяциясы бұл Қазақстанда мекен етеді. Сәйкесінше сұраныс та өте жоғары. Сондықтан бүгінгі күні әрине табиғат қорғау инспекторлары барынша қорғау жұмыстарын жүргізуде, барынша күресуде. Мынау 2019 жылы бірқатар заңнамаға өзгертулер енгізілді. Бұл қылмыстық кодекс, қылмыстық процессуалдық кодекс, яғни киіктің мүйізіне сәйкес қылмыстық жаза артты. Ол тек айыппұл жағынан ғана емес, ол жылдық мөлшері жазаның берілетін. Осы уақытқа дейін мысалға киікпен ұсталған браконьерлер шартты түрде айыппұлын төлеп бостандыққа шығатын болса, бүгінгі күні олар міндетті түрде айыппұлын да төлеп, міндетті түрде жазасын алып, яғни түрмеде жазасын алады. Осындай өте үлкен қатал іс-әрекеттерге мемлекет бармаса, әрине мұнда тоқтату қиын. Бірақ оған қарамастан да бұл браконьерлік фактісі жалғасуда. Кеше ғана Батыс Қазақстан облысында, мынау Жезқазғанда да киіктің мүйізімен ұстап жатыр. Осылардың барлығын әрине реттеу, тыю, осындай құқық қорғау органы тарапынан, сонымен қатар экология министрлігі тарапынан кешенді жұмыстың жүргізу арқылы ғана шешілетін дүние. Осыған қатты біз назар аударуымыз керек.